Отбасы бақытының сыры. Ертеде бір жас жігіт отбасы ішінде қалай бақыт пен тыныштық орнатуға болатынын іздейді. Адамдар оған пәлен ауылда бір шал мен кемпір бар. Білсе, солар біледі бақытты тұрмыстың сырын. Өйткені олардың ұрсысқанын, бір-біріне дауыс көтергенін әлі ешкім көрген емес дейді. Жас жігіт әлгі айтылған үйге барып, амандасып, хал жағдайларын сұрасқаннан кейін үй иесіне келген себебін айтады. Қарт кісі дастархан басына қонақты жайғастырып отырғызады. Кемпірі дастарханға бір қауын әкеледі. Қарт кісі қауынға бір қарайды да кемпіріне: «Ханым, бұл қауын онша піспегенге ұқсайды, ауыстырып әкелесің бе?» дейді. Әйелі жарайды деп қауынды кері әкетіп, тағы бір қауын әкеледі. Күйеуі: «Бұл да болмады, тағы басқасын көрші» дейді. Әйелі еш ренжіместен жарайды деп тағы да алып кетеді. Қарт кісі келген қонаққа: «Әйелім онша таңдай алмаса керек, кеттік, бірге барып таңдап келейік» деп, екеуі бірге ас үйге кіреді. Ас үйге кіргенде бір ғана қауын тұрғанын көреді. Қарт кісі қонаққа қарап: «Отбасы бақытының сырын түсіндің бе?» деп сұрайды. Жас жігіт: «Түсінбедім» деп жауап қайырады. «Балам, үйде бір ғана қауын бар еді. Бір ғана қауынның бар екенін мен де білемін, жолдасым да біледі. Және менің білетінім жолдасыма да аян еді. Мен қауынды алып кетіп басқасына әкел дегенімде жарайды деп әкетіп дәл соны қайта әкелді. Ей шал, сен алжығанбысың? Үйде бір ғана қауын бар, не айтып тұрсың?» демеді. Мен бір нәрсе айтқанымда әйелім қарсы шықпайды. Дереу айтқанымды орындайды. Ол да бір нәрсе айтқанында мен де оның көңілін қалдырмаймын. Сол себепті ұрыс керісте болмайды. Отбасы бақытының сыры осы дейді. Үйдегі тыныштықтың, түсіністіктің ең негізгі қағидаларының бірі сырттағы адамдармен қалай сыпайы және жақсы мәміледе болсақ, дәл сондай мәміленің жанұя ішінде болуы да қажет. Сыйластық болған үйде бақ берекеде болады.